депрессивный состояние қатып қалды денеңде и миыңда. Енді мен осы состояниеда тұрғанымды өзім мойындауым керек. Бірінші нәрсе мен мойындауым. То есть ол 50 миллион қарызға барама, 80 миллионға барама, 100 миллион, 156 миллион, 250 миллион қарызбен келген адамдар болды да менің алдыма. Нөлден бастаймыз, бәрін нөлден бастау керек. Бірақ бұл жерде ең бірінші адамның істейтін нәрсесі, мен қазір өзіме көмектесе алмаймын. Қолды түсіресің, мен көмектесе алмаймын. Маған сырттан ем керек, психологический ем керек. Өйткені психикаға удар келді, эмоцияға удар келді. Ол удар волнамен сені қайта-қайта ұрып жатыр. И адам пока осыны мойындамайды, что маған уже сырттан көмек керек, мен уже болдым, мен мынаның алдында уже әлсізбін дегенді мойындамаса, выход шықпайды екен. Понимаешь, ең бірінші